Так, біздің бірінші нәжде мәселе буын типтері деген нәрсе бар. Ағылшын тілінде, қазақ тіліндегідей буындарға бөлінеді сөздерді. Не үшін керек бұл нәрсе? Бұл нәрсе сөздерді дұрыс оқу үшін керек. Мысалы, бір сөз алған кезде, мысалы, мынандай бір сөз бар. Cat. Неге бұл cat? Неге бұл Kate емес? Сондай бір сұрақ қойса оқушылардың, сол кезде қалай жауап бересіңдер? Білмеймін деп айтуға болмайды. Сол үшін бізде сөздерді бір дұрыс оқу үшін, біріншіден, екіншіден, nt-да, то есть ұбт-да осындай сұрақтар болған үшін мен қазір осы видеоны түсіріп жатырмын. Мысалы, буындар қазақ тіліндегідей ашық, қысаң, тұйық болып бөлінбейді. Бұл жерде өте оңай. 4 буын типтері бар. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші. Байқағандай, біріншісі ашық, екіншісі жабық, одан кейін жабық және ашық. Ашық, жабық, жабық, ашық. Бұл жерде екі жабықтың айырмашылығында және екі ашықтың айырмашылығында мына жерде р әрпі бар сөздің ішінде, мына жерде р әрпі сөздің ішінде болу керек. То есть буынды бір сөздің ішінде. Ескеретін нәрсе, бүкіл ашықтардың барлығында біздің жаңағы буынға бөліп тұрған дауысты дыбысымыз алфавиттегідей оқылады. Жабықтарда болса басқаша оқылады. Мынау да жабық, сол үшін алфавиттегідей оқыламайды. Мынау ашық. Мысалға, ашық бір сөзді алсақ, cake, cake, cake. Мынау бізге буын жасап тұрған зат есім. Дауысты дыбыс деген. Бізге ашып беріп тұр, бұны ашық қылып тұр. Сол үшін бұл алфавиттегідей оқылады. Cake. Мынаны қараймыз. Cat. То есть бұл жабық болған үшін, екі жағынан дауыссыз дыбыс бұны жапқан үшін, бұл алфавиттегідей оқылмауы керек. Сол секілді мынау жабық болған үшін, мынау card, car деген сөзін алуға болады, д-сіз. Мен д-ны да қойдым, себебі р әрпі соңында болу шарт емес, мына дауысты дыбыстан кейін келсе болды. Card. То есть алфавитте негізі әй ғой, алфавиттегідей оқылмайды. Енді мына сөзді қараймыз. Kea, kea. Неге бұл kea? Неге be careful деп айтқанда қате саналады? Be careful деп айту керек. Careful. Сол себепті бұл мына жерде ашық болған үшін алфавиттегідей оқу керек. Мына әріп A. Kea. Kea. Бұл ашық, бізге ашып беріп тұр. Сол секілді. Ашық bite, I. Big. В том-то дело bike боламайды. Big. Потому что жабық. Bird. Bird боламайды. Не үшін bird? Потому что жабық. Және fire. Fire. Неге? Өйткені бұл I әріпі. Бұл біздің бірінші сабағымыз. Басқа сабақтарды үйістіп ұнап жатса, қол көтеріңдер, плюс қойыңдар, лайк басыңдар, жалғастырамыз арқасынан.